Кофе Түркияда кең таралған. Бұл сусын ұлттық той-дәстүрлеріне маңызды рөл атқарады және мәдениеттің бір бөлігіне айналған. Бірақ «Тамаша ғасыр» сериалында Сүлеймен Сұлтан оны ішуге мемлекеттік деңгейде тыйым салғанын көрсетеді. Түрік кофесі Осман империясының, содан соң Түркияның бір символына айналды. Бірақ бұл ыстық сусын елде әрдайым мұндай құрметке ие болған жоқ. Кезінде династия билеушілері кофе елді бұзады деп те санаған. Кофе Осман империясына 1555 жылы Сириядан әкелінген. Түрік сарай адамдары ерекше экзотикалық сусынды жоғары бағалап, елге кофе дәндерімен бірге рецепт алып келеді. Бастапқыда кофе Сүлеймен Сұлтанға ұнайды және ол оған рұқсат береді. Түрік кофесі жылдам кең таралып, адамдар кофеханаларда көп отыратын болады. Кофе шағын мыс ыдыста қайнатылып, бір жұтым ғана құйылатын кішкентай кесемен ұсынылған. Сусын жергілікті тұрғындар арасында тез танылып, әр бұрышта кофеханалар ашылған. Бірақ көп ұзамай кофеге тыйым салынды. Бұл сәтті «Тамаша ғасыр» сериалында да көрсетеді. Кофені жақсы көретін Хюррем өлім алдында бір кесе ыстық кофені ішкісі келеді. Сондықтан оның адал қызметшісі заңды бұзып, оның қалауын орындайды. Неліктен кофеге тыйым салынды? Кофеге қарсы күрестің басталуын Сүлеймен бір сұлтанына тіркесе де, тарихшылар бұл бастаманы Ибусулла Эфендиден басталғанын айтады. Кофені ішуге тыйым салынған фетвада былай жазылған делінген: Құранда мұсылмандарға тамаққа қара және күйген өнімдерді қолдануға болмайды деп жазылған. Дәнді қуырғандықтан оны күйік ас санап, оған тыйым салынған. Сондай-ақ кофені алкогольге жатқызған. Бірақ негізінде кофеге тыйым салудың басқа себебі болды. Сүлеймен Сұлтан тұрғындар жұмыс істеудің орнына кофеханалардағы отырыстарға көп уақыт жұмсағандықтан оған тыйым салады. Жаппай кофеханалардың жабылуының тағы бір себебі олардың билік жайлы жағымсыз әңгімелер айтылатын жерлерге айналуы. Сүлеймен Сұлтан бұған жол бере алмады. Бұл тыйым заң жүзінде іске асу үшін Шейх-уль-Ислам Мұхаммед ибн Суд Эфенди сәйкес фетва шығарады. Бұл тыйым заң жүзінде іске асу үшін Шейх-уль-Ислам Мұхаммед ибн Суд Эфенди сәйкес фетва шығарады.